Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше дәмді сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Бізге керегі бөлме температурасындағы 100 грамм май, 1 жұмыртқа, 1 қасық қопсытқыш, 1 қасық шекер, 1 кесе ұн және 1 шай қасық какао керек. Жақсылап араластырып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды осындай 20 сантиметрлік формаға жайып аламыз. Жиектерін көтеріп, қамырымызды осылай жайып дайындап қоямыз. Енді салмасына кірісейік. Бізге керегі 400 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа, 100 грамм шекер, азғантай ванилин және 3 қасық кукурузный крахмал керек. Қаймағымызды жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша араластырып, жаңағы дайын қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Пешімізді 180 градуста 15 минут бұрын қосып қоямыз. Пирогымызды салып, қызып тұрған пеште жарты сағат пісіретін боламыз. Қараңыздаршы, біздің пирогымыз дайын, өте ерекше және дәмді болып шықты. Пештен шыққаннан кейін 2 сағат салқын жерде ұстаған жөн. Сіздермен болған бота YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз.